тау тегесі, күйіндор тегесі ойнаған, 30 күн ойын 40 күн тойын тойлаған, алдына келсе атасының құнын кешкен, қарасуға қарағат қылып, қарашасы да хандардай ғұмыр кешкен, тектілігі тереңде жатқан қарға тамырлы қазақ жұртшылығы той құтты болсын ардақты әлеумет. Bir қошемет тұрып тойымыздың екінші атын бастайық. Бәрекелді. Талғат ағамның командасы қалайсыздар? Көңіл күй жақсы ма? Молодец, сол қылып отыр екен. Мираш тәтемнің командасы қалайсыздар? Ой, тамаша, керемет, молодец. Мақтап қойып жоқ болса енді. Ал енді ардақты ағайындар, тойымыздың басын керемет би шашумен бастайық. Бүгінгі тойда әнші де бар, күйші де бар, мың бұралып билейтін биші де бар. Алма би тобын қабыл алыңыздар, попури биімен сіздер үшін. Кеттік, маэстро. Алма шоу. Бәрекелді, алма би тобы жігіттерімізге мың алғыс. Рахмет.
Рахмет. Ал қадірлі ағайындар, бізден де бағанадан бері алып жатқан сыйлықтарыңыз ол мына жердегі арнайы жәшіктен шығып жатқан лотерея билеттері. Енді нағыз подаркілер әлі тұр, ешқайсысы қозғалған жоқ. Енді мен сұрақ қоям, соған қатысты адам болса ортаға шығайық. Бірінші, келінін ешқашан ренжітпеген ене бар ма? Ешқашан келінін ренжітпеген ене кім? Келсеңіз ортаға. Қызыр көйлек. Ал билет. Hoş geldiniz. Сәлеметсіз ба? Ешқашан келініңізді ренжітіп көрген жоқсыз ба осы уақытқа дейін? Құдайға шүкір, қанша келініңіз бар? Бір келінім бар. Өз бір уақыт дейсіз ғой. Оны ренжітсеңіз болмайды, конечно. Келініңіз осында ма? Келінім үйде. Қалай сенеміз енді оған? Келін үйде. Подарки берейікші, бір подарки беріңізші. Келінін ренжітпеген ене. Мінеке, ене болса осындай болсын ағайын. Қосылып қойып. Татулықты берекелі болыңыздар. Келесі. Енесіне сөз қайтармаған келін іздейміз, бар ма? Ешқашан енесіне сөз қайтармаған келін. Что-то подозрительно, ешкім үндемейді. Шығайықшы ортаға. Келіңіз. Ешқашан енесіне сөз қайтармаған келінсіз ба? Қанша жыл болды келін болып түскеніңізге? 32 жыл. 32 жыл. Сіздің төріңізге қарасам, ұратын секілдісіз ғой енеңізді. Спартмесе бәрекелді. Сенеміз ба? Енеңіз осында ма? Өзі жоқтың өзі жоқ деші. Ене жоқ екен. Бірақ енді подарки берейік, бүгін той ғой. Келіндер сіздерден үлгі алсын. Келесі. Ешқашан себепсізден себепсіз. Көштім. Себепсізден себепсіз ешқашанда күйеуін іздемейтін әйел бар ма? Себепсізден себепсіз қаяқта жүрсін, кіммен жүрсін, келе қой. Ешқашан себепсізден себепсіз қайда жүрсің, қашан келесің, кіммен жүрсің деп іздемейсіз ба күйеуіңізді? Неше жыл болды отандасқандарыңызға жұбайыңызбен? 16 жыл. 16 жылда бірде-бір рет іздеген жоқсыз. Ойбай, не деген сұрау жоқ, байыл іздеуші. Кім ол, бақытжан осында ма? Қайда отыр? Көрдіңіз ба? Красавчик екен. Нағыз еркек осындай болады ғой. Ал қошамен тұрып қолыңызға бір подарок беріп жүрейік. Бақыттарыңыз баянды болсын. Бәрекелді. Рахмет. Келесі, 4 қызы бар әке бар ма арамызда? 4 қызды дүниеге алып келген. 4 қызы бар әке бар ма? 4 қызы бар әке бар ма? Келіңіз шыққаны, келіңіз. Жауға сырын айтпай тұрғындай, қазғанды айтпай тұрғын еркекпін. Қасынан соққан үстіңе сәулім алтын хан сарай өтіріп ол хан жарай. Әкем жүрген еркекші, мен де жүрем дәл солай. Еркек туар, еркек бар, заң солай. Аға келсеңіз, келіңіз. Көкемде 5 қыз бар екен. Құдай көп көрмесін. Иә. Бауырыңыз ба? Міне қараңыз. Екі подарок алып келейік, екі ағамызға. Кімнің үйінде қыз бар болса дейді аға, сол үйге күніне көктен 12 береке түседі екен.
Дұрыс па? Періштелер күндіз түні тынбай сол қыздың ата-анасына дұға жасайды дейді. Міне қандай бақыттысыздар. Қыз өссе елді көркіндеген екен, өрістеріміз кеңейеді, Құдай қаласа кеңейіп те жатқан шығар. Екі ағамызға екі подарка беріп жіберейік. Барлық екен ағамыз. Рахмет. Ана кісілер бір-бірін енді біліп жатыр. 4 қызмен не бесеуде қойып ақылдасып жатқан секілді. Рахмет аға. Қош болыңыз, тоқ болсын, рахмет. Келесі, лед экрандайын ба? Келесі, ішіп қойып кеткен адам бар ма? Ішіп қойып кеткен адам бар ма? Шырақ жордағы. Шынымен, қалжыңсыз. Кім бар? Келіш, қайсы? Бәрекет аға, шырақ жордағы бәрекет. Қандай керемет мінеке. Үлгі алу керек тағыларымызды. Биліп шырақ шаға. Келіңіз аға, сіз де келіңіз. Ассалаумағалейкум. Қанша жыл болды қойғаныңызға? Или ай? 12 жыл. 12 жыл. Қошеме тұрып қойып мінеке. Қандай керемет. Подарка берейікші ағамызға. Рахмет аға. Отырыңыз болады. Осы үстен үйреніңіздер. Лед экран дайын деді. Но енді лед экранға назар аударайық. Лед экраннан қазір көресіздер, керемет мақал мәтелдеріміз болады. Қандай мақал екенін білсеңіздер, қол көтересіздер. Мысалыға, мынау қандай мақал, кім біледі? Мысалыға, айтсаңыз болады, бәрекелді. Қандай мақал? Бас екеу болмай, мал екеу болмайды. Мал төрде болмайды. Қадар керек тұрып қалайын. Бас екеу болмай, мал төрде болмайды. Келесі. Бәріңіз білесіздер деп ойлаймын енді. Келесі мақал қандай мақал? Атадан қалған асыл сөздер ғой енді. Бәріміз білеміз, мынау қандай мақал? Айта ғой. Қандай мақал? Баймен бай құда болса жолға жүреді, кедеймен кедей құда болса болмаса жолға жүреді. Дұрыс па? Әлі де қабылдаймыз. Баймен бай құда болса жорға жүреді, кедеймен кедей торға жүреді дейді. Ағана береді, ағана. Ай, молодец. Келесі мақал. Енді мынаны білетін шығармыз енді. Қандай мақал мынау? Мына жаққа барайын, е? Қандай мақал? Музыка рахмет. Қонақ келсе қойыңыз табады. Құтты қонақ келсе қойыңыз табады. Дұрыс па? Подарка бар ма? Мына жаққа подарка берейінші. Мына жаққа, Айгерім. Бер қарай. Келесі мақал. Ал бол. Бір подарка бере салыңызшы маған. Қазір мен төрге барайын. Апама барамын, апама. Апам айтсын, үлкен кісілер айтсын, үлкен кісілер айтсын. Апа, айта қойыңыз. Әрине, қойшы көп болса, қой арам өледі. Рахмет. Мына үлкендер жақта кесе мен шай алып беріңіздерші. Бас тренер болмай жатыр, сөйтсем шай жоқ, я кесе жоқ дейді. Келесі мақал қандай мақал? Мынау қандай мақал? Қол көтеріп айтып жүрейік. Қай жақта? Бұратамыз, айта қойыңыз. Ер болам десең бесігіңді түсе. Ай, тамаша. Ағарқа. Ер болам десең бесігіңді түсе. Дұрыс. Келесі. Мынау қандай мақал? Мысалыға, бәрекелді. Айта ғой. Бала кезде алып ұстап
6 жасар бала келсе 60'та қарт амандасады. Бәрекелді, рахмет. Бәріміз жанымыз бәріміз күтіп еді. Мінекейіңіз, ана апайыма бере қойыңыз. Рахмет. Бір рекламный пауза болсын, мен қолымда алтын ба білмеймін. Қандай, қате? Бұл сырға ма? Алтын сырға ғой деймін. Кімдікі жоғалып қалған екен? Құлақтарыңызды қараңыздаршы. Екі құлақтарыңыз ұстап көріңіздер. Если керек болса, тәртіп мираж кетесіздер болсын. Той естен алып кетесіздер. Бар ма тағы бір мақал? Келесі. Қандай мақал? Бұлағызды бар ма? Ау. Қазір. Келінім саған айтам, ой қызым саған айтам, келінім сен тыңда. Әрине дұрыс қабылдаймыз. Келесі. Қандай мақал? Жаққа ойлаш, осы шаттастан бақы. Қайсылыңыз? Ағайын тартып болса ақтып, ауызсын тартып болса астып. Алларыңыз барекасы, барекасы. Келесі. Келесі. Қандай мақал? Гүлмира тәте, айна қойыңыз. Ана көрген комшылар, әке көрген ұлжына. Әрине, қабылдаймыз. Бірақ сізге. Келесі. Болды ма? Бәрекелді. Күш болды. Келесі. Қазір енді бір тамаша тілек, одан кейін жалғастырамыз. Талғат ағамыздың ұжымдастарымен мектеп ұжымы, Қайрат аға бастаған Талғат аға ұжымымен, Серік ағай мен Меруерт Марат қызы бастаған мектеп ұжымын ортаға шақырайық. Бар болсаңыздар келе қойыңыздар. Қайда отырсыздар? Қош келдіңіздер, қымбатты қонақтар, қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді араларымыздан ағаларымыз бастап тілегін жаудырсын. Ел ағасыз, топ жағасы болмайды дейді. Осы үсі ғой дейме? Қателеспесем, асыл болмаған дейді. Ал тілеуғазы сүйікті Құдайдан сыйлаған балықпыз ғой. Талай тойды басқарып, өзіңмен өте жақсы таныстыңыз. Бүгін де керемет той жүргізіп жатсың, рахмет. Мына Талғат, Мираж, тойларың құтты болсын. Жақсы сөзді жаттасаң, хат болар ақиқат. Ағайынды мақтасаң, жақ болар ақиқат. Жақсы тайды мақтасаң, ат болар ақиқат. Көпті жинап баталсаң, бақыт болар ақиқат дейді. Бүгін бақ қонақтай нағыз үлкен той жасап жатсыңдар. Мираж, өзіңе тап туған келінің Бағдат, Құдашан, кім бар, үміт бар, жалпы мектепке мектеп басшысының орынбасары, түрлі дәрежедегі орынбасарлар болып шықтыңдар. Сондықтан сендердің тойларың осындай жақсы өтпесе, жақсы өтпеу мүмкін емес еді. Мына халқымызда топырақ бөлімде 7 кісі жылап келсе, 70 кісі сынап келеді дейді. Біз әрине сынап келіп отырған жоқпыз. Мынадай торқалы тойды көруге, қуанышымызды бөлісіп ортақтасуға келіп отырмыз. Сондықтан бір ауыз жақсы тілегімізді айтуға тиіспіз.
Енді соған кішкене мүмкіндік беріп, мына жақта жастарға кішкене тынышталып отырайықшы. Сабыр сақтайық. Дәке, әйеліңе баратын болсаң, тіліңде балың болсын дейді. Досыңа баратын болсаң, көкірегіңде шамың болсын. Үйіңе баратын болсаң, қолыңда наның болсын деп жатады қалып. Сенде соның үшеуі де бар. Абыройлы азаматсың, қолыңнан өнер дамған жігіт екеніңді бәріміз жақсы білеміз. Мына дәрігерлер мықты болса, өлейін деп жатқан адамды тірілтіп бері қаратып алады. Біздің мына тәкең өлді деген салаусыз есепке алмайтын техниканы жүргізіп алады дейтін бар. Сондықтан да бұл өзі қазаққа жат өнереді, соны бір кісіден меңгерген жақсы азаматсың. Қазір мына халықаралық магистралы бар. Міне Собан ана Қайрат деген бауырымыздың жанында жұмыс жасап жатыр. Жұмысыңа табыс тілейміз. Той құтты болсын дәке. Мына жартылар жалпының қамын ойлау үшін өздерін мақтай берді деп айтпасын. Енді мен келесі тақырыпқа көшейін. Мына Мираш қыз Албанның ішіндегі бүгін сары менен шыбылдық тойы. Сол шыбылдағы бай қоңыр бөріктің 5 пайынан тарайтын біте базар, майлы, алаш, тамасы бар майланың қыз екенін бағана берік бала майқын өтті. Сол майлының ішінде анау үлкен диханнан шыққан атақты Нұрлан Оразалин деген ағамыз бар, Майнаның жиені. Шарында бұл Азамат деген алтындай жігіт бар, Мирашпен Талғаттың баласы. Және анау-мынау адам емес, жігіттің жақсы болуы нағашыдан, домбыраның жақсы болуынан ағашынан деп жатады қалып. Олай дейтінім, мына Мираштың үлкен атасы Нүсіпбай, біздің осы Қарадалаға танымал Жаңабай Құдайберген деген атамыз мектеп ашып, сол мектепте оқыған кісінің бірі. Одан кейінгісі Қапез Байғабыл деген атақты кісі бар. 105-ке, 107-ке кеп қайтыс болды. Күрішбек деген атамыз бар Қырғызстайда. Міне сол кісілердің бірі, енді сондай нағашыдан туып, сондай ұрпақтан тараған балалардың жаман болуы мүмкін емес. Мына Қызыл әскерлер кезінде қазақ екен, ұйғыр екен демей, анау Алматыдан бастап қынадай қырып тастады. Сонда мына қорамдағы болған үлкен бір сұмдық оқиғаны осы Мираштың үлкен атасы Нүсіпбай өз көзімен көрген куә еді. Амал жоқпыз. Одан кейінгі баласы Байшалатамыз түгілі кеше ғана алдымызда жүрген Көлбей адаммен де сонда тақырыпта бір әңгіме құрмады ғой. Сөйтіп талай жасымен жайсаңнан айырылып отырмыз. Жарайды, мәселе одан емес. Енді Мираш мына ұжымың сенің тілегің тілеп, қуанышын ортақтасып беріп отырғаннан кейін бағана айтып жатырмыз, мектепте керемет жақсы жұмыс жасадың. Кезінде жұмысқа қабылдадық сені. Қолыңнан іс келетін тойдан да көріп жатырмыз. Талай ұлағатты жұмыс жасап, балаларды тәрбиелеп отырсың. Кейде осыған қарап, осы Мирашқа біз обал жасадық па дейміз. Осы Мираштың жұмысқа қабылдамай қойғанда бұл бұндан да күшті болып көтермеді. Себебі бұл сауда саласының нағыз қас маманы ғой. Алдына заман сол сауданы нарықтап кетті адамның заманы. Қолын байлап қойдық болсын, мектепте ұстап, бұның басы ана-мына мектептегі ноқтаға сияқты емес, кең көлемді мүмкіндігі бар деп ойлап едім. Құдай міне сол өзіге тартқан келін берді. Бағдат қызымыз біздің мектептегі жастардың ішіндегі емес, жалпы ұжымның ішіндегі десек тағы да төмендеп тастаймыз. Аудандағы өте танымал ұстаз, физика пәнінің мықты маманы. Сондықтан қазір математиканы меңгеріп жатыр. Дүниеге алтындай бала келіп отыр. Бүгінгі той сол Азамат пенен Бағдаттың дүниеге әкеліп отырған Әмірхан деген алтындай ұлдың сүндет тойы. Сүндет той құтты болсын. Екеуің енді тал түске келдіңдер. Тал түске келгенде Құдай осындай жасықтарға ие етіп жатыр. Мына менің әке-шешем
кезінде Алдаберген деген осындай ат бала азамат бар, жаңа 5 қызы бар. Сол Алдабергенмен құда болды. Сол кезде кішкене бағасын бағалай білмедік па? Алла тағала өзім 2 келін алдым, 2 келіннің екеуі де шажа болып шықты. 3-ші келінім Алжанның қызы. Сондықтан Алжанмен шажа десе тікеммен тік тұрып, қарсы алып, керемет қошемет көрсетіп жүру міндетім. Жандарына Құдай амандық берсін. Мына Әмірхан баламызға тілейтінім, мәңгі бақытты болу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда үлкен арман керек екен адамға. Үлкен арманның иесі болып халқының мақтанышына айналсын. Себебі біз қазақ халқы қанағатшыл халықпыз. Қанағатшыл дегеніміз ешқашан ханның орнына таласып көрген жоқпыз. Ханның орнына отыратын адамның төренің тұқымынан белгілі болды. Біз әмірлікке таластық. Ана қарапайым Ақсақ Темір, немесе кеше Алтын Орданы 25 жыл билеген едіге қарапайым халықтан шыққан әмірлер. Сендердің әмірлерінде сондай үлкен азамат болсын. Денсаулықтарың мықты болсын, рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Сіз бауырымның еменде сөйлейтін сөздер болған сияқты. Талғат мерейтойлары құтты болсын. Немереміздің сүннет тойы құтты болсын. Бүгін құда жыл қос жарымдардың шақырды. Қуаныштарын тегеу сұластар. Сіздерге денсаулық, өмір, жақсылық тілеймін. Мына біздің Талғат Батыр, біздің жедел топтың ішіндегі ең үздік күзетшілердің бірі. Жаңа Секе өзің айтқандай, қолы артын, осы жігітке қарай сеніміміз бар ғой. Енді біз ұжымның атынан Нұрал деген балам бар, сол жалғастырыңыз. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым, той құтты болсын! Бәрекелді. Ал ассалаумағалейкум, сәлем бердім, сәлемсіз сөзді бастамайды әлемдештім. Армысың төрде тұрған төрелерім, жасымнан қараленді ертеледім. Аман саулық сұрастан қазаққа тән, көргенім армысыздар көрмегенім. Қарттарым шың басында ақшынарым, бабадан бата тілеп бастырадым. Көкбөрінің ұрпағы ағайындар қыр басында айтатын қастыранын. Бүгінгі 60 жылдық сүндет той құтты болсын. Төрге шыққан жастылар мен жайсандарым, ассалаумағалейкум! Бәрекелді мінеке, жас адам қыдырып жүрсе бақтарынан шұбырып жүреді дейді ардақты ағайын. Сондықтан да мынау Талғат аға, Мираш апай, 60 жастық мерейтойларыңыз, балаларыңыздың сүндет тойы құтты болсын. Мына мұсылманда айтады, тойдың төресі сүндет той, сүндеттелу ата-анаға міндет қой десе, пайғамбарымыз алейхиссаламның өзі тайға таңба басқандай түсіндірген. Тойдың төресі сүндет той деп. Тойларыңыз құтты болсын. Ардақты ағайын, құрметті меймандар, кішкене құлақты бері қарай түрейік. Бүгін жақсылық, бүгін қуаныш, бүгін той. Сондықтан баршаларымызға сыйлап келгендеріңізге мыңда бір рахмет. Бүгін той. Негізі бұл кісі әулеттері 500 адам, 1000 адамға жасайтын жағдайлар бар. Бірақ дегенмен де сіздер делеп, ескеріп, осы спискіға еніп, мирас кафесіне тізімге енгендеріңізге өздеріңізде бір қошемет ұрып қойыңыздар, шағайындай құтты болсын. Бағана Серік ағайымыз айтқан екен, біз іштеге айтамай жатырмыз. Бірақ дегенмен де біз жедел топ күзет болсақ дағы, бағанағы ұлағатты ұстаздарымыз білім нәрімен сусындатып жүрсе де, біз ауылдың шарынның тыныштығын ойлап, осы ауылға ешқашан ештеңе төнбесін деп, баршасы сөнбесін деп, осы ауылдың тыныштығын ойлап жүрген күзетшілерге де бір қошемет ұрып қойыңыздар, шағайындай құтты болсын. Ал енді төгенді айта кетейін. Төгенді айта кетейін. Өнер жолындағы бауырым болса дағы өмірдегі конкурентім. Бірақ мен өйтіп айтпаймын. Бұл әлемнің балалары бірін-бірін батыр дейді ардақты ағайын. Сондықтан енді ағамен сыйласып, құрметтеп, біз Алматыға той басқарып барсақ дағы, осы ағамыздың жылы лебізін күтіп алған жайлар бар. Сондықтан да той төрінде асабаның арланы, тамаданың тарланы, осы ауылдың
күйеу баласы төкеңе де бір қошемет ұрып қойыңыздар, шағын тұрыңыз. Ал енді ұзын сөздің қысқасы мына бүгінгі той туралы айтылып жатыр. Талғат пен Мираштың жанұясында үлкен Ақсарайдың ішінде Алқалаштың басын қоспаса да алыс жақындағы туған туыс жекжат жұраттың басын қосып жасап жатқан тойларың құтты болсын. Мектепке кіргелі бері, осы ауылға енгелі бері көзімізді ашып, бір-бірімізбен араласып, дос құрлы болып, әріптес болып, бауыр туыс болып бірге келе жатырмыз. Тойларың құтты болсын. Талғат жаңағы көзімнің алдымен қарасындай балаларымның екеуің рахатын көріңдер, жақсылығын көріңдер, солардың төрінде. Бүгін соларды қалай аспектеп жатсаңдар, болашақта сендерді солай алақанға салып өтсін. Ал енді орамал тон болмай жөн болады деп, семьямыздың атынан сіздерге шапанымызды жабуға рұқсат бердім. Шапанды қалақтап киіп енді не қылған болуым керек, енді сонда да ем қазір. Бәрекелді, тамаша. Ағым қосар бар ма? Ал теке, мынау айтылған сөз атылған деп жататын болса, ардақты ағайын, біздің ұжымның атынан да есебатымыз бар еді. Сондықтан да шебуға бірақ тұрған аға, табыстап жатыр ардақты ағайын. Сондықтан да біз анау-мынау мақтанбаймыз. Аллаға шүкір, ең басты игіліктеріңізге жаратып, осы семьяда жақсылық той болсын деген жақсы ниетпен ұжымдастар атынан қабыл алыңыздар. Алып қосар бар ма? Қостастар ма? Рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын аға. Жәнібек Кәрменов атамыз айтады екен ғой, атаққа қол жеткізу оңай, бірақ оны арқалап жүру қиын деп. Қаншама атаққа қол жеткізсеңіздер де, соны атандай болып арқалап жүрген өздеріңіздей қазақтың қарапайым азаматтар аман болсын. Той жұғысты болсын. Жүреге барымызға да мың рахмет. Ал енді бір жақсылап бір билет. Рахмет. Енді осы мұғалімдердің атынан Гүлжахан апайымыз, бір тамаша ән шашу бар, қабыл алыңыздар.
жерде тағы да бір газдың атынан Нұралы бауырым бір тамаша ән шырқап берейін деп жатыр. Ошоны бір қол соғып қояйық. Бәрекелді. Енді ұлағатты ұстаздар ән айтып отқан кезде Талғат ағам қайда? Талғат аға, біз бармыз. Ал кеттік. Ал мінеке. Ауылға келген әке шешелеріміз, аға жеңгелеріміз танысты. Нұралы бауырымызға қол соғып қояқшы мінекей. Ұжым жастардың атына Талғат ағамызды керемет тамаша жасап.
Айгерім лотерияны жіберіп жіберейік. Подаркы жетеді қадірлі ағайын. Лотерия. Қараймыз. Номерларыңызға қараңыздар. Содан кейін бір тілек бар қадірлі ағайын. Сәл сабыр сақтайық. Так, бізде номер кімнің қолында? Енді кілең супер приздарымыз бар. 49 бар ма? 49. 49. Келесі. Келесі подарка колонка бізде. Бізде так. Жүз алпыс сегіз. 168. Отыра беріңіз. Келесі. Айландар. Қандай күшті, келесіздер, аласыздар, кетесіздер. Тегін подарка. Еще барахолкан заттар емес бұл. Келесі 65. 65. Кімнің қолында? Кепсал келген аға. Құтты болсын аға. Болды, отыра беріңіз. Келесі. $190 кімде? Бәрекелді. Рахмет, құтты болсын, бәрекелді. Самокат. Ала ғой келесі. Бәріміз тынышталып қалдық, Қандай күштік баған бір сөйтіп отырсаңыздар ғой. Бұл дүния не істетпейді. 154 бар ма? 154. Мінекей. Чемодан, құтты болсын. Келесі. 147. Бар ма, жоқ па? 147. 1. 147. 2. 147. 3. Жоқ. Келесі. Талада жүрген жүріңіз. Келесі бізде 183. 183. Кімде? Ой, молодец. Келіңіз. Жайға саберіңіз. Келесі. Келесі біздің керемет чемодан екен. Көрдіңіздер ма? Кімге бұйырады Құдай қаласа? Кімге бұйырса да жақсылығына бұйырсын. 84 дейді. 84. Бәрекет, төрдегі апайымыз. Молодец, билет шығайық. Билет керек. Анау бұдан падар келес. Баста тұрмас аяулы жастығым арыстың Қызыл алшын қол бұрған сенсің баға Қош келінсің, сенші Құтты болсын, 84. Ала қойыңыз, құтты болсын, бәрекелді. Дубайға барасыз бенді?
бәрекелді. Бір билеп айтыңызшы енді. Билемайсыз, бәрекелді. Қошемет ұрып қояйық, бәрекелді. Рахмет. Келесі. Әкелем ғой. 172. Как раз бұл желдеткіш қазір керек. Күн ысып жатыр. 172 кімге бұйыра деген? 172 бар ма? Қайсы? Керек жоқ. Келіп шығайық. Ақтайтын арашын, аямайтын бағасын, үй болайық екеуміз бағындырған барашын. Аталарымыз жол болсын, екі ауылдың арасын, елін болар мен жүрсін, маған кетер арашын. Рахмет, болды ма? Құтты болсын әпке. Жуамыз ба? Біз қазір барамыз дастарханымызға, дайындап қойыңыз. Бәрекелді, рахмет, Алла разы болсын, қошемет ұрып қол соғып қояйық. Ал енді қадірлі ағайындар, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні Құдай қаласа болады. Бірақ оған дейін бағана Алла берген деген ағамыз бар екен, ағасының бажаңыз. О кісі қайда отыр? Алла берген ағам ана туралы бір ән салсам деп еді, өтініш жасап еді. Себебі енді батырда, көсемде, ақында, шешенде, асқарда уәкеден алтын құрсақты анадан дүниеге келетіні баршамызға мәлім. Сондықтан барша алтын құрсақты ақсамайлы аналарымыздың құрметіне арнап, Талғат ағамыздың бажасы Алла берген ағамды ортаға шақырайық. Қош келдіңіз ағам. Құрметті қонақтар, енді сонымен Талғардан келіп жатырмыз. Бажа мен балдызыма арнап, енді анда-санда бір әудеп қоятыным бар еді. Бағана аяқ астынан ұмытып кеттім. Жаңағы шулап жүргенде кек таптық. Бір ана айтайын дегенмен де. Ортаға шығып, валис бересеңіздер де болады. Мирас сендірек анда енді ана туралы. Ана деген бәрімізде бар ғой. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді. Енді сондықтан бір ана туралы айтқым келіп тұр. Тойларың құтты болсын, жаңағы бәрі жақсы болып жатыр. Қазір. Техникалық ақыл қазір дайындап алсын. Оңыстан дайын болғанша келесі бір ақтіректі алмастыра тұрайық. Талғат ағамызбен азаматтың сыныптас достары және де жолдастары Қайрат Гүлназ, Ильяс Гүлдаш, Алмабек Райна, Есенбек Алмагүл, Марат Толқын, Нұрлан Гүлнар, Бексұлтан Шолпан, Саги Дина, Рахман Ғалия, Радик Куля, Сухраб Тамиля, және де осы кісілерден бөле жармай Талғат ағамызбен Мираш тәтеміздің Талғардағы көршілері Жалын Әсел, Гүлнар, және де Унчам, дұрыс қой, Сания апа бастаған ауылда көршілер дейді. Барлықтарыңызды ортаға шақырайық. Келіңіздер, уақыттарыңызды алмай. Бар ортаңыздар, той жерде шығайықшы.
Жақсымен жолдас болсаң шарапаты тиеді, жаманменен жолдас болсаң кесапат тиеді дейді. Әрдайым мінекей жақсылыққа шарапатшы болып келіп атқан өздеріңіздей алтындай ағайын туғандарға, достарға, мың рахмет көршілерге. Енді бәріміз сөйлесек, білесіздер, тәртібіміз бойынша. Сол себепті мен тілек айтам деген кісілер болса, келіңіздер алдыға бір-екі қадам. Кім бастайды? Ағамыз бастасын. Мен екінші рет шығып сөзге ие болдым ғой. Жалпы былай ғой, құрметті әріптестер. Осында отырған жарты жұртының азаматтарының бәрі мен жолдасымыз. Бір 30 жылдан аса жолдаспын. Осындай достарым көп. Соның ішінде бір төбе досым Мейраш деген біздің бір азаматшамыз бар. Себебі қазір бұрын дос едік, қазір құда болдық. Мен барған қызмет істеген жерінде екі қыз ұзатып, екеуі де қоңыр бөрік майлыда. Сондықтан Мейраш құдағи болды. Талғат 87 жылдан бастап жолдас осында. Осы шағын азаматтардың көп жігіттердің барлығы менің достарым. Енді былай айтқанда, құрметті Талғат, құрметті Мейраш, сіздер енді елге танымал, жұртқа танымал азаматсыздар. Бүгін 60-тың 40-сына шығып, және ана кішкентай немерелердің сүндет тойын жасап отырсыздар. Қашанда тойға жетейік. Бағана сіздер туралы тойдың басынан бастап барлығы жеткілікті айтылды. Барлық жақсы жақтарыңыздың түгендеп шықты. Адамда жаман жағын айту деген болмайды, ол сіздерде жоқ, әрине болған жоқ. Оқыдыңыздар, сауда саласын істедіңіздер. Водитель, жүргізуші болдыңыздар, барлық саланы меңгерген деп айтып жатыр ғой. Сонымен бірге осында тұрған азаматтар да, осында тұрған бірге жүрген жолдастары да барлығы өте жақсы, тамаша азаматтар. Не айтамыз, бір сөзбен айтқанда, ел аман, жұрт тыныш болсын, заманымыз өркендей берсін. Бізден кейінгі ұрпақ, жаңаға сүндеттелген немерелеріміз жақсы, өркениетті, озық елде, барлық дамыған елде өмір сүрсін. Сіздердің аттарыңыздың ізбасар болсын. Сіздерді тойдарыңызбен құттықтаймыз. Барлық осы тойға келген азаматтар тойда кездесейік, тойға жетейік, тойдың төрінде отырыңыздар. Рахмет тыңдағандарыңызға. Келесі сөйлейік. Бүгінгі yaşlılık, Talgat'ın 60 yaşlığı, Meyraş'ın 60 yaşlığı. Biz şu körkörçüler hepimiz tebrikleyiz. Meyraş bilen biz koşma babamıza 30-40 yıl bu kaldı. Yamanı söz, yaşlılarını etken yerimiz yok. Rahmet, bugün balamın iki sünnet oyunu börek olsun. Muşuyatı tuğan barlık, jutkan salamet titleymen. Hamdulillah aman olanda. Rahmet söz benim. Azırak padar canlar biriydi. Aleyküm, assalamu alaikum. Toysuyor kavim. Bugün Çalın ауылында Ақтүйенің қарны жарылып, Талғат пен Мейрамханның үйінде той болып отыр екен. Той құтты болсын бірінші. Екіншіден, Таке 60 жасың құтты болсын. Мейрамхан сенің де 60 жасың құтты болсын. Мына кішкентай немереміздің де сүндет тойы құтты болсын. Өмір жастарың ұзақ болсын, семьяларың бақытты болсын. Бала-шағаң қызығын көрдің, немереңіз ет шөбересуге Алла нәсіп етсін. Денеміз осында отырған бәріміз тойда кессек, аман болайық. Енді бана кішкентайымыздың елдің елеулі, халқында қалаулы бір азамат болсын, сүндет тойы құтты болсын. Аман болыңыздар. Ал құрметті ауылдастар, бүгін үлкен апаларды көріп, аға жеңгелерді көріп, ауылдастарымызды көріп бір қуанып жатқан жайымыз бар. Енді біздің 66-лардың бір класс, екі класс деп осы Мейраш пен Талғат махаббаттары жарасып, отау құрған. Енді осы бүгін отбасылық үш жақсылықтың басын қосып, жақсы бір тойда отырмыз. Жастарыңа жас қосыла берсін. Бағана айтып жатырмыз ғой, енді 60-ты
шынымен де адам өмірінің әр кезеңі болады. Сол кезеңнің ең қызықты кезеңі балалық шақ екенін бәрімізге аян. Сол балалық шақтан кейінгі мектеп өмірінде бәріміз енді бағана бір шәугім шай деп әнді айтқан кезде бәріміз ата-анамызды есімізге алдық. Сол кезде Төлбай ата бар, Байшал ата бар, бағана аталмаған аталарымыз бәрі жайлауда жүріп, сол жайлауда өскен қыздардың біріміз Мираш, Енді одан кейін мектеп өмірінде осы Шарын ауылының бүкіл жүгерісін жинап, еңбекпен есейген осы сыныптастарымыз, сол жылғы түлектеріміз. Енді қазір қарап отырсақ, 60-қа келіп қалған жайымыз бар. Енді әрбір осы отырған 60-қа келген азаматтардың, сыныптастардың біреуі әке болып, үйдің тіреуі болып отыр, отана болып отыр. Осы жақсылықтарында бала шағалардың қызығын көре беріңдер. Аман болсын бастарың, аман болсын бастарың, ағармасын шаштарың, шөбере көріп, ары қарай 100-ге жетсін жастарың, тойларың құтты болсын. Ал енді құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Мінекей біздің достымыз Талғат пен Мираштың 60 жас мерейтойы құтты болсын. Алла ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық берсін сендерге. Ең алдымен Әмірхан баламыздың сүндет тойы құтты болсын. Ат ұстар азаматтарың ат жалын тартар жасқа кетті, үкілеген үміттерін дақтасын. Сол балапан еліне елеулі, халқына қалаулы, ата-анасына адал қызмет ететін абыройлы азамат болсын. Ал Талғат Мираш сендерге тілерім, Құдай сендерге қадірлі қарттық берсін, атымтай жомарттай мәрттік берсін. Ұл берсе намысына сақ берсін, қыз берсе ақ ұлпадай ақ берсін. 5 күн жалғандағы бақыттарыңды 4 елі маңлайларыңа шақ берсін. Суы сүт, топырағы алтын, киелі Шарын ауылының тұрғындары. Армысыздар, ұйғыр қазақ ел жұртым. Міне бүгін дүркіретіп, 2-60-ты қосып, ағайынның басын қосып, ардақты да құрметті құдалардың басын қосып, дастархан жайып отыр. Талғат бауырым, Мираш жеңгем, бір жаға жолдасымның сыныптастары, 66-лар жасай беріңіздер, бақытты болыңыздар, бай қуатты болыңыздар. Ауылым Шарын мекенім, өзіңді жырлап өтемін, Шарыныма жетпейді-ау жүрсемде, сонау Меккеде деп. Шарынға жететін ауыл жоқ екен, айналайындар, аман болыңыздар, ел жұртым. Бай қуатты болыңыздар, тойларыңыз тойға ұлассын. Кішкентай балапаныңыз жаңа мұсылман қатарына кіріп отыр, мұсылмандығы мықты болсын. Ел ұстайтын, елдің тұғырын биікке көтеретін азаматтардан болсын. Айналайын Бағдат, Мираштан аумай қалған өзің сондай тәлім тәрбие алған жақсы қызсың. Ата-аналарына, құда жекжаттарға мыңда бір рахмет, осындай ұлы қыздарды өрбітіп, аман-есен жүріңіздер. Мына 66-ларға мінекей рахмет, сіздердің аттарыңызда жаңағы өздері ұйымдастырып, жаңа бір шапанымыз бар енді. Орамал тон болмайды, жол болады дейді. Азғантай сыйымыз. Пәндерді шашуыңыз. Рахмет Гүлмира тәте, қандай тамаша тілек. Алып қостар бар ма ар жақтан, жастар жақтан кім бар? Келе қойыңыздар. Жастар жақтан. Көп қазір беремін, қазір. Көрші жақтан бір тілек болсын. Ал ағам шапаны құтты болсын ағам. Қандай керемет жарасып тұр. Құтты болсын Талғат аға шапаныңыз. Шал болып көбейе берсін қатарыңыз. Мен сізді Абылай ханға теңередім, бірақ та жоқ болды сақалыңыз деп қойыншы. Сақал қойсаңыз әдемі ата боласыз, қандай керемет. Құтты болсын. Ал көршілер жақтан. Ал енді аға тәте, тойларыңыз құтты болсын. Біз енді жаңа тәте айтып жатыр, 34 жыл болды осы жерде көрші отыр деп, біз Талғарда аға тәтемен 4 жылдай болды уже көрші болған. Өте жақсы кісілер, біз қуандық, шын айтса. Қазір балалар бір-бірімен кәдімгідей
жақсы ойнайды, бір-бірімізге сонша сенімді, күшті көршілеріміз. Мен өте жақсы көремін сіздерді. Сіз келген сайын әте қуанамын. Аман болыңыз, денсаулығыңыз мықты болсын. Өстіп, бала шаға деп ауыл мен қаланың арасында шапқылап жүре беріңіздер. Той құтты болсын. Рахмет сіздерге. Бәрекелді, қандай тамаша ақ тілек. Ар жақтан жастар атынан келеді. Ал Талғат аға, Мераште бүгінгі мерей тойларыңыз құтты болсын деп Бакойс пен Азамат бауырмен Бакойсында кішкентайлардың сүндет тойы да құтты болсын. Барша ауылдағы апайларымды көріп, туған туысқандарды, барлығын ауылдастарды көріп қуанып отырмын. Осылай тойдан тойға жете берейік аға. Тойларыңыз құтты болсын, ұзақ сөйлемей ақ қояйық. Барлықтарыңызға амандық, саулық тілеймін. Қазір егер интернетіміз дұрыстап жатса, оқушы кезімізді еске алып бір ән айтамыз, болмаса рет жоқ шығар. Бәрекелді, түсінігі бар азамат екен, қандай тамаша. Келіңіз. Ал енді мына тойшыл қауым бүгінгі Ақтүйенің қарны жарылған күн, Ақсарайда үлкен сарайда менің жан досым, бірінші класстан 5 қыз дос болғанбыз. Раушан, Дәндібаева Раушан, Нұриқан, сосын Нұрбөбі, бесеуіміз дос болғанбыз. Содан әліңгі дейін семейныйда дос болып жүрміз. Сол бүгінгі болып жатқанына 60 жастарын құтты болсын, Талғат екенің. Емдерің сау болсын, аманшылық болсын. Мына айғыр едің, ат болдың деп немерелеріңді ат болған екесіңді, оның да сүндет той құтты болсын. Ата-ананың міндеті ғой. Келіп сізге де көп рахмет. Сондай менің подружкамды қартайтпай, ата енені әдемі ұстағандарына көп рахмет. Әлімді тәрбиелі деп жаңа мақтап жатыр ғой. Мераш подружкам менің кішкентайымнан жаным сол. Денің сау болсын, Талғат екеуің аман есен болыңдар. Болдық па? Реніш жоқ па? Болды маға? Жастар қосылды жаңа атынан бір адам тілек айтты. Рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын, той жұмысты болсын сіздерге де. Көргендеріңіз той болсын, бәрекелді. Ал енді сый-сияпаттарыңыз табыстап, бір жақсылап билеп бар той түріне жайғассаңыздар, келіңіздер. Ал жібер, алпыс алтылар бар ма? Ал жібер маэстро музыка. Алпыс алтылардан құрметті.
аяғында 90-дардың атынан және де 66-лардың атынан Алматыдан келген алма қыздарыңыз бір ән жақсылап билейік сіздер үшін. Dostlar жасасын бәрекелді, 66-лар жасасын, 90-лар жасасын. Ал келіңіздер дастарханға жайғасайық. Дастарханға жайғасайық, қадірлі ағайын. Келіңіздер. Қазір той иелерін ортаға шақыратын боламыз. Оған дейін бүгінгі сүндеттеніп жатқан балапанымыздың кіндік әке шешесі Аманжол мен Орашты шақырайықшы, қайдасыздар? Аманжол, Ораш, келе қойшы. Аманымыздың келген ата-анасы. Келе қойыңыздар. Аманжол, сіздер қош келдіңіздер. Балапандарыңызды қуаныш құтты болсын. Үлкен азамат болсын, Құдай қаласа. Жалпы өз қазақ ырымшылғалықпыз ғой. Осындай болса жаман болмас. Осы кісінің жолын қуса, ешқашанда жамандыққа жуылмас деп ырыммен бір адам сайлаймыз, Бүгін мінекей осы өздеріңізге бұйырған екен, Құдай қаласа. Үлкен азамат болсын, халықтың азаматы болсын. Ақ тілектеріңіз. Ал мынау қаладағы мерештәте, қос тойларыңыз құтты болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әмірханға белесіп еді, тағы адамдарға конверт
қысқа сөз келіндеріңіз айтады. Тәте аға, қос қуаныштарыңыз құтты болсын. Тойдан тойға жете беріңіздер, немереден шөбере сүйіңіздер. Бүгінгі айтылған барлық ақ тілектер Алланың құлағына шалсын. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын, үйлеріңізде тек той болсын. Бізден тойға шашу Әмірханға не? Барлығыңызға нәпасын сейтіп тұрды. Қайырлы күн, той сүйер қазақ халқы, біздің бүгін үлкен қуанышымызды құрметтеп келіп отқан баршаңызға рахмет айтамыз. Енді біз өзіміздің салт дәстүр бойынша Әмірхан баламыздың кіндік әке-шешесі осыдан 6 жыл бұрын өзіміз ырымдап қойған. Алдарыңызда Әмірхан батырдың кіндік әке-шешесі тұр. Енді білесіздер, біз қонақ жай халықпыз, ырымға сенетін халықпыз. Сондықтан да бүгін үлкен дастархан басында баршаңызға алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі осы қуанышты сәтімізді қолдана отырып, бүгін біз енді кіндік әке-шешесіне азғантай сыйлығымыз бар еді. Ағамызға шапан, ал Ораш әпкемізге қолына жарқырап жүрсін деп алтын салып отырмыз. Ал қошемет қойы, бәрекелді. Құдай қаласа өлеңдеріңізде той болсын. Сонымен қоса барлықтарымыздың ата-аналарымыз аман болсын. Барлық баланың арманы шығар осындай үлкен төрде қуантып, біздің қуанышымызды көрсін деп, бүкіл баланың осындай қуанышты сәтіне куәгер болып отқан барша ағайын, сіздерді енді 5 минут уақыттарыңызды алайын. Бізді мәпелеп өмірге әкелген, тәлім тәрбие беріп, осы халге жеткізген қос ата-анамыз, қос қарлығашымыз бар. Осы сәтті пайдалана отырып, қос әкемізді, қос анамызды ортаға шақырғымыз келіп отыр. Әмірдей ұлымыздың қуанышын көріп, осы күнге жетіп, жарқырап жүрген Әмірханның нағашы атасы, нағашы апасын, Әмірханның өз атасы, өз апасын ортаға шақырамыз. Ата болар қайта, келе қойғыларшы. Нағашасы, нағашы апасы. Өз ата апасы. Келіздер. Бәрекелді. Мінекей, ата-ананы сыйлаған халықпыз ғой. Ананы сыйламағаның ақыны кем, әкені сыйламағаның жақыны кем дейді қадірлі ағайындар. Неге олай айтады десек, жалпы бұл өмірде адам баласына бір-ақ рет бақ болады екен, ол оның ақылы дейді. Сондықтан да мінекей осындай ақылды ұрпақтарыңыз аман болсын. Босағасын алтыннан соқсаңдағы перзент көрмей, адамның мейірі қанбас деген екен қадірлі ағайын. Перзенттеріңіз аман болсын. Ата-ананың қадіріне тірісіне жеткенге не жетсін қадірлі ағайын. Әкешім менің мақтанышым, Жаңа 4 қыз бар әке дегенде, сіз құдай екенсіз өзіне, 3-ші қызыңыз бәрекелді. Құдай көп көрмесін аға, мінекей. Қанатыңыз кеңге жайылып жатыр, құда болып өрісіңіз кеңейіп жатыр, құдалықтарыңыз құтты болсын. Мәшһүр Жүсіп атамыз айтқан ғой, дүниені ойласаң сапар бір сауда жаса, бірақ жасаған саудаң адал болсын дейді екен. Ақыретті ойласаң құдайға құлшылық қыл дейді. Ал енді екі дүниенің жақсылығын ойласаң ата-анаға қызмет қыл деген ғой. Ата-аналарыңыз аман болсын. Және де екі жас Жандос ойбай кешіріп тұрайын. Азамат пен Бағдатқа бір қол соғып қойыңызшы, шатасып кете жаздырдым Жандос. Азамат пен мінекей екі жас бақытты баян болсын дегіміз келеді. Алып қосар ма осы кісілер? Бірден айтасыздар ма? Ал мына құрметті жиналған көпшілік қауым, мына бүгінгі біздің жақсылығымызды бөлісіп, қуанышымызды бөлісіп, алыс жағынан келіп отқандарыңызға мыңда бір рахмет. Осындай той сіздердің де үйлеріңізде жақсылықтар бола берсін. Ал мына бүгінгі келіп біздің сапарына келіп жатқан жасыңыз, тойыңыз құтты болсын. Өз әрдайым маммекеміз ортамызда ойнап күліп жүре беріңіздер. Әрдайым немерелеріңіздің ортасында бірдей жайнап
Алла нәсіп етсе, осы екі немерелеріңізді, шөберелерін көріңіздер. Сіздерге де бабам рахмет, келіп отқандарыңызға, жақсылықтарыңызды бөлісіп. Сол енді көп рахмет сіздерге. Біз мына көршіңіздің үйіне той болсын деп, өзім әкеге шашуым бар еді, соны шашуға рұқсат етсеңіздер. Ал шашуды болыңыздар, әр әлекте той болсын, абылаңыздар, бәрекелді. Ал сіздер құда-құдағылар жайғаса беріңіздер. Сіздер аға қалыңыздар. Мен енді қайта сіздерді отырғызып тұрғызбай, осы ағайын туғанға бірден осы жерден рахмет тілектеріңіз айтсын деп алып қалайын деп отырмын. Қарсы болмасаңыздар. Айгерім солай ғой, иә? Осы үстел қайта отырғызып тұрғызбай, осы жерге алып қалайын. Той құтты болсын аға. Мынау енді Қадірменді шағын ауылының тұрғындары көз бақырайып бағанадан бері осы тойды басқарып жүрген тамада кім деп қолдаңыздар. Мен Шығыстың баласымын, Найманның баласымын. Атым Төлеуғазы, әкем Сайламғазы. Атам Әсенғазы, інім Ерғазы. Ұстазым Абуғазы, шертетін үйлерім Құрбанғазы. Жейтіндеріміз Қартағазы, қазіргі жұмыс орнымыз Нефтегазы. Басқаратымыз қазақтың тойы қысы жаз деп қояйыншы. Көргеніме қуаныштымын. Бұл ауылдың әйтеуір Құдайға шүкір күйеу баласы болған 15 жыл болған екен. Тек қана жақсылыққа тойға келейік демек ардақты ағайын. Той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Бауырларым бар, құдаларым бар, жеңгелерім бар, көршілерім бар, достарым бар. Азамат баланың достары бар. Көрші болам. Бүгінгі біздің жақсылығымызға келіп отырғандарына мыңдалы рахмет. Бүгінгі тойымыз құтты болсын, сіздерге жұмысты болсын, денелеріңе саулық. Осындай көп той болсын. Ал құрметті ақтастар қадиелері, менің қадірлі қонақтарым, алыстан келген құда жекжаттарым, достарым, кластастарым, және әкпе-жезделерім, күйеу балаларым, қайынсіңлім, көршілерім, алыстан ат арылтып келген Қызыл Қайраттағы баламның 90-шы жылдар жолдастары, барлықтарына мынау сыныптастарым, мектеп ұжымы, Талғаттың ұжымы, біздің Қайрат бастықтың ұжымы, барлықтарымызға бүгінгі тойымызға келіп бауырларым, Берік, жаңағы Төлеген бастаған, Серік қостаған, сол барлықтарымызға басымды иіп рахмет айтамын. Жолда алыс демей, тойымнан қалмай бір кісідей келіп қатысып, қуанышымызды бөліскендеріңізге көп рахмет айтамын. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде осындай той болсын, дендеріңіз сау болсын. Аман болыңыздар, әрқашан осындай қуанышта, жақсылықта кездесейік. Ал енді мына осы бүгінгі ата-анасының тойын және кішкентай біздің балдырғанымыз, Әмірханымыздың үлкен тойын жасап, бізді атымызды асқақтатып отырған менің алтын асықтай ұлдарым мен күміс қасықтай қызым, алтыным келінім, тәрбиелі, инабатты келінім, барлықтарына жаңағы немерелерім, шөберелерім, қайным, Аманжол, Ораш, Сағат, Майгүл, барлықтарыңа көп рахмет айтамын. Сонымен қатар жаңағы біздің Талғаттың жиендері, жалғыз жиенім деп төбесіне көтеретін Айдос, Жандос, Нарымбай деген жиендері бар. Солар міне осы тойдың болады дегеннен бастап түгел барлығын істеп, барлығына көмектесіп жүрген барлықтарыңа үлкен осы сахнаны пайдаланып, барлықтарыңызға үлкен рахмет айтамын. Қыздарым, ұлдарым, осының барлығын басынан аяғына дейін алып, осыған шапқылап жүрген қызым мен келінім, ұлдарым,
жатқан барлықтарыңа көп рахмет айтамын. Жаңа айтып отырмыз ғой, Аманжол Оралхан деп менің енді абысыным десек те болады, бірақ енді оларға мен ене Талғат ата ретінде алдымыздан Құйетбей Майгүл менен Оралхан еке осы күнге дейін сыйлайды. Енді сол Оралханымыз жаңа көріп отырсыздар, біздің Әмірханымыздың кіндік шешесі болған. Ұзақ уақыт көтере алмай жүрген кезде мен осылай қолқа жасап едім, Ораш сен кіндік шеше болшы осы Әмірханға, сен кішкентайлы болып қаларсың деп. Сол қалай Әмірханға кіндік шеше болды, содан кейін осы кішкентай Аруназымызды дүниеге әкелген болатын. Ал енді одан да ұрпақтарын көбейіп, өсіп өне беріңдер. Көп рахмет барлықтарыңа. Енді мынау алыстан бір ерекше айтатын, алыстан келген, анау Бақанастан келген менің күйеу балам Қаныш пен жалғыз қайын сіңілім Айгүл бар еді. Оларға да сол алыстан келгеніне үлкен рахмет айтып, ортаға шақырайын деп отырмын. Құрметті қонақтар, алыстан ат арылтып келген күйеу балам Қаныш, жалғыз қайын сіңілім Майгүл, Жарбұлақтар жастыққа тимей 60 жастық мерейтойымыз болады дегеннен осы ат салысып барамыз деп отырып еді. Міне келіп, осы бүгінгі қуанышымыздың куәсі болып отыр. Рахмет сендерге. Әлгі пайғамбар күйеу баласын сыйлапты дейді ғой. Қыздың жолы өте жоғары дейді. Қазақ халқы қызды өте құрметтеген, төрге отырғызған, басына көтерген. Сондықтан Майгүл, Қаныш екеуіңе үлкен рахмет. Дендерің сау болсын. Сендер де осындай тойдан тойға жетіңдер. Аман болыңдар. Енді аздаған сый-сияпатымыз бар еді. 10 жыл дегенде келіп отыр қайын сіңілім мен күйеу балам. Енді жер алыс, былай айтқанда. Рас алыс, Бақанас пен жаңағы Алматының арасына өзіміз барған кезде кәдімгідей бір күн жүріп шаршап қаламыз. Күнбе-күн барып келе алмаймыз. Сол рахмет сендерге, сый-сияпатымыз табыстауға рұқсат етіңіздер. Ал енді алтындай қайын сіңіліме алтын жүзік. Жақсы, рахмет сендерге. Жақсы. Рахмет барлықтарыңызға. Келген екі жақтың Талғаттың менің бауырларым, бүкіл туған туысқандарым, үлкен рахмет айтамын. Сонымен бірге сөзімнің соңында осы тойдың осындай дәрежеде өтуіне жаңа әріптестерімнің ішінен, осында жүрген жақын туыстарымның ішінде бәрі келіп, біразы келіп айтып жатыр, тойларыңыз жақсы өтіп жатыр. Тойдың жақсы өтуі тамададан. Өздеріңіз білесіздер, жаңа айтып отырмыз, өзіміздің ауылымыздың күйеу баласы Төлеуғазы баламыз міне бүгін тойымызды дүркіретіп өткізіп, бізді қуантып отыр. Рахмет айналайын Төлеуғазы, жасыңа жас қосылсын, денің сау болсын, өсіп өніп, әрқашан қазақтың өстіп тойын дүркіретіп жүре бер, аман бол. Бұдан кейінгі сол немереден көрген шөберелердің тойын басқаратынға Аллам нәсіп етсін. Ал енді мына жердегі биші қыздарымыз, әнші қыздарымыз, аппаратурада отырған жігіттеріміз, өзімнің балам Ильяс, барлықтарыңа көп рахмет айтамын, басым дейіп, рахмет. Дендерің сау болып, өстіп,
қазақ халқының тойын дүркіретіп жүре беріңдер демекпін. Аман болыңдар. Рахмет, Төлеуғазы балам. Ал не дейміз, құрметті тойшыл қауым, бүгін біздің жақсылығымызды бөлісіп, алтындай уақыттарымызды бөліп, біздің жақсылығымызға келіп отқандарыңызға басымды иіп рахметімді айтамын. Жаңағы ерекше алғыс барша келген осында отырған қонақтарымыздың үйінде дәл осылай той болсын. Тек тойда ғана кездесіп, өстіп жүздеріңізде күлкі кетпей, ойнап күліп шапқылап жүре беріңіздер. Ал енді мынау ерекше алғыс жаңағы жеңгелерім, Тамада, музыкант, Алмашоу, сіздерге ерекше алғыс. 90-шы жылғы мына келіндерге, Азаматтың сыныптастары, жаңа Бағдаттың келіндер, барлықтарына ерекше алғыс айтам. Барлық қосқан үлестерім үшін басын дейіп рахметімді айтам. Ал енді біз бүгін жаңағы осы жақсылық біздің анамыз бен әкеміздің 60 жастығы Әмірханымыздың сүндет тойында бас қосып отырмыз ғой. Не дейміз енді, ата-анамызға Алла тағала ұзақ ғұмыр нәсіп етсін, дендеріне саулық берсін, отбасымыз аман болсын, Әмірханымыз бір менімен деген Қазақстанның азаматы болсын. Сонымен енді мына жерде камераға кішкене көңіл бөле отырайық, екі жақтың камерасына. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, берекелі өмір нәсіп етсін. Осы сәтті пайдаланып сіздерге Сарыағаш қаласында шипажайлардың төресі, көптің арманына айналған, көптің алғысын алып жүрген, көпке ем сыйлап жүрген әйгілі төреде Делюкс Resort шипажайының атына 7 күндік сертификат сыйлауымызды сіздерге тарту етеміз. Денсаулықтарыңыз бастысы мықты болсын деген ниетімізде. Дендеріңіз сау болсын. Мамам умра деп еді, уже бастарды тастады мына жерде енді. Енді осы жерде мынау 250 адам почти отырмыз. Осылы баршаңыздың көз алдыларыңызда әкемнен осы жерге барамын деп уәде алып алайын, иә? Барамын деп уәде? Жоқ. Барам. Өйткені папамыз бізге ешқайда бармайды, машина ештеңе керек емес, ештеңеге қызықпайды. Енді денсаулықтарын жақсартсын, демалсын, ем алсын деген мақсатта осындай сый-сияпат тарту етіп жатырмыз. Баршаңызға рахмет. Жаңа енді айтып отырға еш нәрсеге қызықпайды деп, тек қана жұмысына қызығады. Қалмайды жұмыстан. Біреудің орнына шығып кете береді. Өте жұмысына ғана берілген адам. Жаңа ана нені көріп айтып жатыр ғой? Немені көрсетіп кетті? Больницаға, мұны больницаны көрсетіп кетті ғой. Умраға бармайым дейді. Сол енді Сарыағашқа барасың, елдің алдында уәде бердің. Талғатаға барамыз ба? Уәде ғой. Уәде Құдай сөз, уәдені бұзуға болмайды. Бәрекелді. Суретке түсіп алыңыздаршы. Қадірлі ағай, көрдіңіздер ма? Мінекей, осындай ұрпақтарды Алла тағала баршаңызға нәсіп қылсын. Жалпы өзіміз Талғатаға жылына 100 той басқарсақ, соның әрі кетсе бір 20-сы ғана юбилей той болады екен. Қалғаны үйленіп, ұзату, тұсаукесер, сүндет той. Бұдан нені аңғаруға болады? Бала шағасына той жасап беретін ата-ана жетерлік екен. Бірақ ата-ананы еске алып, осылай той жасап беретін ұрпақ жоқтың қасы деген сөз. Сондықтан ол қыздарыңызға мың рахмет. Алланың нұры жаусын. Бәрекелді. Той құтты болсын. Тек жақсылықта жүруді Алла нәсіп қылсын. Қадірмендегі жақсылар, әр шаңырақта той болсын. Енді қазір той біткен жоқ, той бастарымыз бар ғой. Келесі тойдың басы болсын деген ырыммен қазір ортаға той бастарды алдырайық. Тойдан тобықтай. Жаңа Алла
Алла берген ағам өлең айтам деп айта алмай қалып еді. Аға барсыз ба? Алла берген ағам қайда? Әніңіз дайын болды аға, келіңізші. Тойбастардың әні сізден болсын. Барша ағаларымыздың құрметіне арнап ешкім өлең айтқан жоқ бүгінгі тойда. Аға әніңіз дайын, уайымдамаңыз, саспаңыз, тойбастардың құрметіне сізден бір ән болсын. Кішкене кешірім сұраңдар не? Поддержка болады деп болмай қалды. Рахмет. Алла берген аға, сіз келмеңіз, мына подарканы берейін деп отырмын. Аналарымыз аман болсын, қандай керемет тамаша ән салдыңыз. Батырда көсемде анадан тарайды ғой. Пайғамбардың өзін туған ана. Сондықтан мінекей, барша аналарымызды еске алып тамаша ән салған Талғат ағамыздың бажасы Алла берген ағамызға қошемет қол соғып қояйық. Той жасаңыз аға. Бақытты болыңыз.
Құрмет ағайындар, тоймастардан алыңыздар. Әуміндеп үлкендерден ас қайрайық. Содан кейін ортада билесеңіздер болады. Қайсыларыңыздан? Елін аға. Әумін. Асыңа ас болсын, ылайын бас болсын. Ақжылға бұны болсын, халқымыз заман болсын. Тасырғаның пиылмасын, қонақтардың пиылмасын. Береке бірлік болсын, беймарал бірлік болсын. Тасырғаның жайнап тұрсын, самауырмен қайнап тұрсын. Әзірше қослашайық, айтайлан балалардың үлкен тойында бас қосайық. Бәрекелді, батаңыз қабыл болсын, қыздарыңыз көрікті болсын, ұлдарыңыз мөрікті болсын деп тілейміз. Ал енді мына жерде 90-лардың атынан бір ән деп жатыр еді, кім айтады? Ал кетті, жалғастырамыз ба? 90-лардың атынан ортада керемет тамаша. Ассалаумағалейкум, тойларыңыз құтты болсын. Дауыс көтер, дауыс. Өзімді аңсап өтер көктем, өтер күн. Аңсаумен өткен өмірге мынау не деймін. Көрсем шіркін іздегенімді бір-бірін. Көк аспандағы ай мен күндей екеуміз. Жаным менің жаныма таққан тұмарсың. Жағымда жалғыз жалғап жүрген шығарсың. Оларсың талай білген жанға онарсың. Өмірде бірақ өзіңе ғана сыңарсың. Оларсың талай білген жанға онарсың. Өмірде бірақ өзіңе ғана сыңарсың. Көрсем де жақсы өзгеден. Қиналдым соны айта алмай саған сөзбенен. Сен туғанымның ел жұртын еткен бақыттым. Өзіңді күнде жүрегін көріп көзбенен. Жаным менің жағыма таққан тұмарсың. Жағымда жалғыз жабығып жүрген шығарсың. Онарсың талай білген жанға онарсың. Өмірде бірақ өзіңе ғана сыңарсың. Онарсың талай білген жанға онарсың. Өмірде бірақ өзіңе ғана сыңарсың. Көп рахмет.